Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қазанның қақпағында пісетін өте дәмді тандыр нан сияқты болып шығатын қазан нанның рецептімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суымызға бір ас қасық ашытқы, бір шай қасық қантымызды қосып, массамызды жақсылап араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біздің массамыз осындай болып көтерілуі керек. Енді алдын ала дайындап қойған ұнымыздың үстіне апарамызды құямыз. Келесі кезекте бір шай қасық тұз және де сұйық майымызды құйып, массамызды қолымызбен немесе осындай лопатканың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Бізде кішкене қаттылау қамыр шығуы керек. Ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, барлығын жақсылап қолымызбен илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай болып шығуы керек. Және де бір ас қасық сұйық май қосып құйып, жақсылап қолымызбен бір қайтарып илеп, бетін пакетпен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Шамамен 1,5 сағаттың ішінде біздің қамырымыз осындай көтеріліп шығады. Енді осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек формаға келтіріп алып, бетін пакетпен жауып қоямыз. Газдың астын жағып, бірінші болып қазанымызды орташа отқа қыздырып аламыз. Қазанымыздың асты қарайып кетпес үшін бір қасық тұз себеміз. Енді газдың екінші жағын қосып, қазанның қақпағын орташа отта 10 минуттай қыздырамыз. Газдың асты міндетті түрде орташа отқа қойыңыздар. Болмаса қазанның қақпағы қарайып кетуі мүмкін. Енді нанымызды күлшелеуді бастаймыз. Қамырдың ортасын басып, күлшенің формасына келтіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді кезекте нан ұрғыштың көмегімен ортасын басып шығамыз. Егер ондай нан ұрғыш болмаған жағдайда вилкамен жасасаңыздар да болады. Енді нанымызды келесі бетіне қарай аударып, жұмыртқаның ақуызын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сары уызын нанымыздың бетіне қарай жағатын боламыз. Қызып тұрған қазанның қақпағына күлшемізді қоятын боламыз. Қолдарыңызға барынша абай болыңыздар. Шет-шетін осылай қолымызбен басып шығып, үстін нан ұрғыштың көмегімен бір қайтара тағы да ұрып шығатын боламыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын сүртеміз. Қазақша контент, қазақша футбологтың дамуына үлес қосып, каналымдағы подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Күлше нандарымыз тағы да әдемі болып шығу үшін қара ақ күнжіттен қолдандым. Сіздер мак қолдансаңыздар да болады. Қазанның қақпағы қатты қызығандықтан біздің нандарымыз тез жабысып қалады. Сонда да бір аударып тексеріп көріңіздер. Енді қызып тұрған қазанымызға нанымызды қақпағын жабатын боламыз. 20 минуттай күтеміз. 20 минутта біздің нандарымыз осындай әп-әдемі жұп-жұмсақ болып дайын болып шығады. Екінші нанымызды да дәл осы бірінші күлше нанды жасағандай етіп жасап алыңыздар. Қазанның қақпағын бір қайтара жуып, одан кейін жасасаңыздар болады. Мен осылай жасадым. Қазанның қақпағын бір қайтара жуып жіберіп, екінші күлше нанымды пісіріп алдым. Каналымда осындай кереметтей рецепттерді жіберіп алмас үшін подписация деген қызыл батырмасын басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Және де алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі тандыр нандағы нан сияқты болып шығады. Пеште жасалған нандан әлде қайда дәмдірек болады. Видеоны міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп қоюларыңызды сұраймын. Комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.